Карбон қосылыстарының құрылымы және номенклатурасы. Сен альдегидтер мен кетондардың, карбон қышқылдарының функционалды топтарының құрылымын біле аласың. Альдегидтер мен кетондардың, карбон қышқылдарының құрылымдық формулаларын құрай аласың. Оларды IUPAC деп сәйкес атайсың. Карбон қышқылдарының, альдегидтердің және кетондардың номенклатурасымен сен 9-шы сыныпта таныстың. Органикалық қосылыстардың жіктелуін еске түсіруді ұсынамын. Тапсырманы орында. IUPAC номенклатурасы бойынша заттың формуласын және оның атауын байланыстыр. Өзіңді тексер. Бүгінгі таңда органикалық заттардың алуан түрлілігі бар. Бірақ берілген қасиеттері бар жаңа қосылыстар синтездеуді қажет етеді. Осы екі факт жіктеу жүйесін үнемі жетілдіріп, кеңейту қажеттілігін тудырады. Органикалық заттарды пазлдың бір түрі ретінде қарастыруға болады. Онда құрылымдық бөлімдер бір-біріне және негізге кемшіліксіз сәйкес келуі керек. Жіктеу қосылыстарды дұрыс атау және барлық химиктер қандай зат туралы айтылып тұрғанын түсіну үшін қажет. Сондықтан жіктеу органикалық қосылыстардың халықаралық номенклатурасының негізінде жатыр. Органикалық қосылыстарды жіктеу үшін көміртегі қаңқасы мен функционалды топтарды бөлу қажет. Көміртегі қаңқасы көміртек атомдарының өзара химиялық байланысқан тізбегі. Көміртек атомдары тек сутегі атомдармен байланысқан қосылыстар көмірсутектер деп те аталады. Көмірсутектер органикалық химияда алғашқы болып танылады. Әр түрлі қосылыстар оларға функционалды топтарды енгізу арқылы алынған көмірсутектердің туындылары ретінде қарастырылады. Көптеген органикалық қосылыстарда көміртегі мен сутегі атомдарынан басқа элементтердің атомдары қаңқа құрамына кірмейтін болады. Органикалық қосылыстардың химиялық және физикалық қасиеттерін негізінен анықтайтын бұл атомдар немесе олардың топтары функционалды топтар деп аталады. Құрамында органикалық қосылыстардың жіктелуіне 3 топ кіреді. Көмірсутектер, құрамындағы оттегі және азоты бар органикалық қосылыстар. Олардың молекулалар құрамына оттегі бар көмірсутектердің туындылары оттегі бар органикалық қосылыстар деп аталады. Оттегі бар органикалық қосылыстардың өкілдері спирттер, альдегидтер, кетондар, карбон қышқылдары және кейбір басқа да заттар. Карбонил және карбоксил тобы бар органикалық қосылыстарға тоқталайық. Бұл карбон қышқылдары, альдегидтер мен кетондар. Карбонил тобының құрылымын зерделейік. Карбонил тобы альдегидтер мен кетондар сияқты органикалық қосылыстардың CO функционалды тобы. Карбонил тобындағы көміртегі мен оттегі атомдары sp2 будандастыру күйінде болады. Осылайша CO тобы қатты полярланған. Бұл карбонил тобынан тұратын органикалық қосылыстарының үлкен реакциялық қабілеттілігіне әкеледі. Көміртегіге нуклеофильді реагенттер, ал электрофильді оттегі соның ішінде H қосу шабылуына ұшырайды. Альдегид реакцияларының ішінде ең маңыздысы карбонил тобының қос байланысы кезінде нуклеофильді қосу реакциясы. Альдегидтер кетондарға қарағанда көбінесе реакцияға қабілетті. Карбонил тобының құрылымы туралы бейнені қара. Карбонил тобының көміртек атомымен тікелей байланысқан молекула бөлігі жазық болады. Көміртек атомы да, оттек атомы да sp2 гибридтенген. Карбонил тобындағы көміртек атомы өзге 3 атоммен 3 гибридті sp2 орбитальдар арқылы 3 сигма байланыспен байланысады. Гибридтенбеген p орбиталь оттек атомындағы p орбитальмен бүркесіп,
пи байланыс түзіледі. Карбонилді қосылыстарға альдегидтер мен кетондар жатады. Альдегидтер көмірсутектердің туындылары. Олардың молекулаларында карбонил тобы көмірсутек радикалымен және сутегі атомымен байланысады. РЦОH альдегидтерінің жалпы формуласы. Экранда этанальдық молекуланың шарөзекті моделі ұсынылған. Кетондар көмірсутектердің туындылары. Олардың молекулаларында атомдар карбонил тобы екі көмірсутек радикалына байланысады. РЦОР кетонының жалпы формуласы. Экранда ацетон молекуласының шарөзекті моделі көрсетілген. COOH карбоксил тобы. Бұл карбон қышқылдарының құрамына кіретін және олардың қышқылдық қасиеттерін анықтайтын функционалды бір валентті топ. Карбоксил тобы бір-біріне өзара әсер ететін екі функционалды топтардан тұратын карбоксил тобы. Карбонил, CO және гидроксил тобы, OH. Карбоксил тобында барлық байланыстар полярлы болады. Карбон қышқылдарының қышқылдық қасиеті электрон тығыздығының оттегінің карбонил атомына ығысуымен және нәтижесінде OH, яғни алкогольдер мен фенолдармен салыстырғанда байланысының күшті полярлануымен байланысты болады. Бұл сутегі атомының протон түрінде бөлінуін жеңілдетеді. Карбоксил тобының құрылымы туралы бейнені қара. Карбоксил тобы екі функционалдық топтан тұрады. Карбонил және гидроксил топтары. Негізінде карбоксил атауы осы екі топтың атауынан шыққан. Карбоксил тобындағы карбонилді көміртек атомымен байланысқан барлық атомдар бір жазықтықта өзара жуықтап 120 градус бұрышпен орналасады. Көміртек, оттек және сутек атомдар үшін электр терістілік мәні әртүрлі болғандықтан, карбоксил тобы күшті полюсті болады. Ондағы көміртек пен сутек атомдарында ішінара оң, ал оттектің екі атомында да ішінара теріс зарядтар пайда болады. Карбонилді көміртек атомындағы жоғарғы ішінара оң зарядталған заряд оны нуклеофилдік шабуылға сезімтал етеді. Екінші жағынан алғанда оң зарядталған сутек атомы басқа молекулалардың электр теріс атомдарымен сутектік байланыс түзуіне қатыса алады. Сонымен қатар ол оңай ыдырап, сутегі ионын түзеді. Сондықтан карбоксил тобы бар қосылыстар қышқылдық қасиетке ие. Қосылыстардың құрылымдық және химиялық қасиеттері номенклатурада көрінеді. Химиялық номенклатура бұл жекелеген заттардың, олардың топтарының және кластарының атауларының жиынтығы. Сонымен қатар бұл атауларды құрастыру ережесі. Номенклатура ережелерін ЮПАК халықаралық таза және қолданбалы химия одағымен әзірленеді. Номенклатураның негізгі түрлері жүйелі және тривиалды деп саналады. Жүйелі номенклатура алгоритмдерді белгілейді. Соған сәйкес органикалық зат молекуласының құрылымдық ерекшеліктері негізінде қосылыстың атауы жасалады. Тривиалды номенклатура заттың құрылымымен байланысты емес және шығу тегі физикалық, химиялық қасиеттері бойынша органикалық қосылыстардың, мысалы ацетон, сірке қышқылы, формальдегид және тағыда басқа қосылыстардың жүйесіз тарихи белгіленген атауларының жиынтығы болып табылады. ЮПАК ережелері бойынша органикалық қосылыстың атауы үшін ең ұзын тізбектегі көміртекті атомдардың санын дұрыс анықтау немесе циклдегі көміртекті атомдардың санын есептеу қажет. Бұл сөздің түбірі болады. Содан кейін бірнеше байланыстардың немесе функционалдық топтың болуын немесе болмауын бөлектеу керек. Бұл сөздің жұрнағы болады. ЮПАК жүйелі номенклатурасы бойынша альдегидтер мен кетондардың атауларын құрастыру ережелерін оқы. ЮПАК жүйелі номенклатурасы бойынша карбон қышқылдарының атауларын құру ережелерін оқы. Тапсырмаларды орында. Құрылымдық формуласын біле отырып, қосылыстарды ата. Өзіңді тексер. Бұл екі
метилпропаналь. Тағы да қосылыстың құрылымдық формуласын біле отырып, оны ата. Өзіңді тексер. Бұл 2 метилбутан қышқылы. Бұл 4 метилпентанон. Енді 2 метилбутаналь және 3 метилпентан қышқылы қосылыстарының құрылымдық формуласын құру керек. Өзіңді тексер. Критерийлер мен дескрипторлар арқылы сабақтың мақсатына жеткеніңді бағала. Зерттелген материалды бекіту үшін үй тапсырмасын орында. Тақырып бойынша түсініктерді кеңейту үшін қосымша ресурстарға жүгін.